Су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне оқу жылының соңында Арман гимназиясының оқушылары келді. Экскурсия кәсіпорын мұражайы мен сынақ зертханасында өтті. Итак, чем наше предприятие занимается? В предприятии нашем работает более 1000 человек. Чем они занимаются? Они в основном, у нас для информации я вам скажу, по городу и близлежащих этих поселков, чтобы довести до каждого потребителя чистую питьевую воду, есть 1900 километров трубопровода. 1900 километров. А еще в 50-е годы 20 века было всего 1,8 километра питьевого водопровода вообще. Представляете, во сколько мы все это возросло и во сколько много уже стало. Су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылуынан бастап, қалаға суды тарту, зарарсыздандыру, кәріз жүйесіне қатысты толымды ақпарат алған ұл-қыздар суды үнемдеу, қаладағы су қоры, суды зарарсыздандыру және кәсіпорын мамандарын даярлауға қатысты өз сұрақтарын қойды. Сауалдарына жауап алды. Біз суды үнемдеуіміз керек. Көп елдерде қазірдің өзінде су тапшы, ал бізде су көп, сондықтан оны ысырап етпеуіміз керек. Бүгінгі экскурсияда кәсіпорынның жұмысы, ішетін суымыздың қалай өндірілетінін, тазартылатыны туралы қызықты ақпараттарды білдік. Ол пайдалы нәрсе адамға, ол қатты керек адамға. Және ол тұзды нәрселер, сулар оларда көмектесе алады адам денеге. Мен бүгін су маркетингі, су ресурстары маркетингіне келіп, мұражайына келіп, көптеген нәрсе білдім. Және суға тұз гипохлоридін қосатыны маған өте қызық болды. Және өте көп қызықты ақпараттар білдім. Оқушылардың экскурсиясын Арман гимназиясының биология пәнінің мұғалімдері ұйымдастырды. Жаңа оқу жылында мұндай практикалық дәрістер жалғасын табады.